Достым, саған ютубтан видеоларды жүктеп алу керек па, скачать алу керек па? Онда саған осы видео точно керек. Осы видеоны көріп кет, және достым, мына видеоны соңына дейін көр. Себебі басындағы бот дұрыс болмады, сондықтан екінші бот дұрыс болады. Сондықтан соны көріп, дұрыстап білгеннен кейін ғана осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, және де соны қолдан. Достым, міне сен ең бірінші өзіңнің бір видеоңды скачать етіп алу үшін былай істейсің. Енді достар, міне біз мына жақтан бір видеоны аламыз, қарап тұрғандарыңыздай. Міне қалай каналға шапка қоямыз. Достар, осы видеоны көріп кетіңіздер, және де достар, өздеріңіз үйреніп алыңыздар. Арнаға қалай оңай шапка қоюға болатынын, және де достар, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, егер де осы видео ұнап жатса. Және достар, комментарға жазып кетіңіздер, және де егер де сіздерге шапка жасаудың қалай жасау керекенін керек болса. Мен соны түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Және де сіздер оңай ғана жасаудың жолын үйреніп аласыздар. Ал енді біз сонымен қазір, мысалы мен осы видеоны алайық, және де поделиться дегенді аламыз. Сосын телеграмға басамыз. Міне достар, енді біз бүйтіп істеуіміз керек. Бүйтіп іздейміз. Біз мына жерден save YouTube деп іздейміз. Сол кезде достар, бізде ағылшынша жазуымыз керек, save YouTube дегенді. Және бізде достар мына жерде көп деген нәрселер шығады. Сол кезде save мына жерде қателеспес үшін мен ссылкасын мүмкін описанияға қалдырып қалуым мүмкін. Және де бүйтіп жазамыз. Save YouTube деп жазғаннан кейін мына жерде шығып тұрады көп нәрсе. Және де астында скачать YouTube деп тұрады. Save YouTube деп мына екінші тұрады. Сосын астында бот деген жазып тұрады. Соны басуларыңыз керек. Басқалар олар жай ғана арналар, ондайлар емес достар. Бот болу керек достар. Біз бот арқылы өзімізге видеомызды YouTube'тан жазып аламыз. Енді достар, осы ботқа жаңағы біздің поделиться деген ссылкамызды осы видеоны жібереміз. Енді қазір бізге видео жібереді достар. Міне, осы видеоны қазір бізге скачать етеді, содан кейін бізге жібереді достар. Достар, мен жаңа сіздерге айтқан жаңағы ботым мен дұрыс болмады. Себебі бұл бот маған ешқандай видео жібермеді. Мен біраз уақыт күттім. Енді мен сіздерге екінші ботты көрсетіп жатырмын. Бұл скачать YouTube деген бот. Яғни сіздерде скачать YouTube деп YouTube save YouTube ағылшынша save YouTube бот деп жазған кезде скачать YouTube деген шығып тұрады. Содан кейін сіз біріншіне басқан кезде ол не работает деп тұрады. Сосын астындағы екіншісін көріңіз, бір ссылка тұрады, соған басасыздар. Сол кезде осы істейтін ботқа жібереді. Енді біз қазір старт дегенді басамыз. Не? Это многофункциональный YouTube бот. Онлайн поиск YouTube, подписки на каналы, скачивание видео из аудио через Telegram. Отправляю тебе все способы работы со мной, изучи их. Қазір көрейік достар. Достар, мына жерде енді біз қазір енді жаңағы біздің достар, жаңағыдан біз YouTube'тан аламыз да. Не осы кетті. Міне достар, поделиться деген басамыз, қайтаран телеграмға кіреміз де. Скачать YouTube'ға барамыз, отправить етеміз. Міне. Міне достар, бізге видеомыз жіберіп берді. Кәдімгідей қалай каналға шапка қоямыз. YouTube каналға шапка қою. Міне Нурдик KZ деген каналдан 360
пи 720 пи 5 мегабайттық видео. Міне мына жерде скачать ету тұр, міне 720 p мен немесе 360 p мен скачать ету деп тұр. Енді көріп тұрғандарыңыздай бұл өте керемет достар. Осылайша сіз ютубтағы кез келген видеоңызды осы ботқа ссылкасын жіберіп, яғни поделиться дегенмен жіберіп, осылайша сіз өзіңіздің видеоңызды өзіңізге скачать етіп алуыңызға болады, немесе басқа каналдағы видеоларды скачать етуге болады достар. Және де сіздерге ұнаса видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Жақсы достар, сау болыңыздар.